Саламатсыздар ма оқырмандар, бізде бүгін олимпиада есептерінде қолданылатын бір идеямен таныстырып кетейін деп отырмын. Яғни осы берілген сан жай сан ба? Жай сан дегеніміз өзі не? Жай сандарға мысал келтірейін. 2, 3, 5, 7, 11 деген сандар, мысалы. Ол сандар, яғни өзіне және бірге бөлінетін сандар. Мысалы, 7 дегеніміз бірге және 7-ге ғана бөлінетін, бөлгіштері 2-ден аспайтын сандар, ол жай сандар, Мысалы, 10 деген санымыз, ол жай сан бола алмайды, себебі оның бөлгіштері 2 және 5, немесе 1 және 10, осылай жазуға болады, Енді жай сан бола ма, болмай ма? Соны зерттейік. Так, берілген санды жаздым, және бұл жерде 5 дегеннің орнына 6 минус 1 деп жазуға болады. 6-дан 1-ді азайтсақ 5 шығатыны белгілі. 3-тің 10 дәрежесін көбейтейік, жақшаны ашайық. Сол кезде бізде осындай өрнек пайда болады. Енді бізде формулалармен таныстырып кетейін. Формулаларымыз қарапайым формулалар. Санның дәрежесінің дәрежесі, негіздері бірдей болса, дәрежелер көбейткен кезде қосылады. Сол нәрсені жазайын. Мысалы, 3-тің 22 дәрежесін дегенді 11 көбейту 2 формасына жазайын, және 6 дегенімізді 2 көбейту 3-тің 1 дәрежесі көбейту 3-тің 10 дәрежесі формасына жазайын, және 11 шығады көбейткен кезде дәрежесі қосылып. Содан кейін енді қысқаша көбейту формасын пайдаланайық. Яғни мына тұрған өрнегіміз 2 санның қосындысының квадраты формасында жазатын болсақ, 3-тің 11 дәрежесі плюс 1-дің квадраты екені белгілі, және 3-тің 10 дәрежесі дегеніміз 2 көбейту 5 формасында жазуға болады. 2-ні 5-ке көбейтсек 10 шығатыны белгілі. Енді а квадрат минус б квадрат формуласын пайдаланайық. Енді, яғни а деп алып отырған саным мынау, б деп алып отырғаным 3-тің 5 дәрежесі. Енді сол нәрсені жазайын, Сол кезде бізде көбейткішке жіктеледі. Осылай көбейткішке жіктедік. Енді көбейткішке жіктегеннен кейін айтуға болады, бұл сан берілген санымыз, мына берілген сан, ол жай сан емес. Себебі оның бөлгіштері өзіне бөлінеді, және бірге бөлінеді, және мына берілген санды, мына санды м әрпімен белгілеп қойын. М және н әріптеріне мен белгілейін. Осы сандарға да бөлінетінін белгілі болды. Яғни осылай дәлдеп беруге болады жай сан емес екенін. Енді келесі есеп аудандық олимпиада есебінен к бүтін саны үшін к-ның 4 дәрежесі плюс 64 саны жай сан болуы мүмкін бе? Ендігі мәселе, к-ның орнына мысалы бүтін сандарды қойса, сол жай сан бола ма? Плюс 64. Так, енді қарапайым формуланы жазайын. Пайдаланатын формуланы. Яғни а квадрат плюс б квадрат дегеніміз а плюс б-ның квадраты минус 2аб. Сол нәрсені жазайын. А деп алып отырғанымыз к квадрат, б деп алып отырған элементіміз 8. Содан осылай жазуға болады. 8 бен 2-ның көбейтіндісі 16 екені белгілі. Содан мен 16 дегеніміз 4-тің квадраты. Осы жерде екінші формуламыз пайдаланайық. 2 санның квадраттарының айырымы. Енді сол кезде осылай көбейткішке жіктеуге болатыны белгілі. Мысалы, а деп алып отырған санымыз к квадрат плюс 8, б деп алып отырғанымыз 4к екені белгілі. Содан көбейткішке жіктедік. Енді түсінікті болу үшін шамалы түрлендірейін. Мына жерде 8 дегеніміз 4 плюс 4. Мына берілгеніміз ол 2 санның айырымының квадраты. Мына 2 санның қосындысының квадраты екені белгілі. Және айтуға болады, мына жерде ең кіші мәні 0. Мына жерде де ең кіші мәні 0. Яғни бұл жерде айтуға болады, 4 берілген жақшаның ішінде ең кіші мән 4 екені белгілі. Және бізде сұрағаны өз басында мына нәрсе еді. К-ның
4 дәрежесі плюс 64 дегенімізді қандай да бір жай сан деп белгілейін. Және бірдің көбейтіндіс формасында жазуға бола ма? Біз яғни бұл жерде мынаның ең кіші мәні 4, яғни біз жаза алмайтынымызды көрсеттік. К-ның кез келген бүтін мәнінде ол бір мына өрнегіміз, берілген өрнегіміз бірден үлкен сан шығатыны белгілі. Содан жай сан жазу мүмкін емес екенін көрсете алдық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақ болса комментарийда күтем.